Сәлем, сіздермен бірге Әсем. Бүгін сіздермен дәмі өте ерекше шығатын рассольник дайындайтын боламыз. Сіздерге міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Менімен бірге жасап, отбасыңызға керемет ас дайындаңыз. Ең алдымен салқын суымызға етімізді саламыз. Етіміздің мөлшері өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салатын боласыздар. Осылай бетіне көбігі шыққанға дейін бетін жауып қоямыз. Бетіне көбігі шыққаннан кейін бірден алып тастаған жөн. Етіміз піскенше баяу отта қайнатамыз. Шамамен 1 сағатқа арпамызды ыстықтау суда бұқтырып аламыз. 1 сағат тынып тұруы қажет. Келесі салмаларын дайындайтын боламыз. Жуамызды осылай көбіктеп турап, бөлек ыдысымызға май құйып, ең алдымен көбіктеп тураған жуамызды салып, оның үстіне солонка етіп туралған сәбізімізді салатын боламыз. Яғни ұзынша қылып, сәбізімізді турап, баяу отта қуырып алатын боламыз. Қатты отта емес, баяу отқа қойған дұрыс. Себебі қатты қойсаңыздар асты күйіп кететін болады. Ешқандай су құймайсыздар, жай ғана баяу отта пісіріп алатын боламыз. Шамамен 10 минуттай. Мінекей біздің етіміз де дайын болып қалды. Бетіндегі көбіктері бар болса, осылай алып тастайтын боламыз. Біздің арпамыздың пісуіне 45 минут шамасында уақыт кетеді. Етті бірден барлығын жұмсақ қылып пісіріп алмай, сәл қаттылау болса да бірден алып, перловкамен, яғни арпамызбен бірге етті майда етіп турап салып жіберсеңіздер де болады. Арпамызды осылай сумен бірге жуып алып, артық суын төгіп тастаймыз. Сорпамыздың үстіне бірден салып, жақсылап жұмсарғанша пісіріп алған дұрыс. Қатты болмау қажет. Етімізді осылай майда қылып тураған дәмдірек болады. Етті үлкен қылып емес, майда қылып тураған дұрыс. Егер етіңіз тым жұмсақ болатын болса, арпамызбен бірге салмаған дұрыс, себебі тым қатты езіліп кететін болады. Егер де сәл қаттылау болған жағдайда ғана біздің арпамызбен бірге салсаңыздар болады. Осылай бетіндегі көбіктерін тағы да алып тастап отырамыз. Келесі шала пісіріп алған салмаларымызды сорпамыздың үстіне салатын боламыз. Бірден барлығын қатты пісіріп қажеті жоқ, себебі сорпаға салған кезде де өздері пісетін болады. Жуамыз бен сәбізімізді салғаннан кейін оның үстіне үкіштен өткізілген немесе қолмен туралған біздің сарымсағымызды салатын боламыз. Сарымсақты 2 дана қостым. Барлығын жақсылап бірден араластырып жібереміз. Қақпағын жауып, баяу отта пісіретін боламыз. Біздің перловкамыз, яғни арпамыз дайын болғанға дейін тұздалған қиярымызды көбіктеп турап, тұздалған қиярды өте майда қылып көбіктеп тураған жөн. Осылай ыдысымызға май құймай бірден салып жібереміз. Оның үстіне томат пастасын 2 немесе 3 ас қасықтай салатын боламыз. Томатты көбірек қосатын болсаңыздар, біздің сорпамыздың түсі де қанық болып көрінетін болады. Оның үстіне 150 мг салқын суымызды құямыз. Осы суымен баяу отта біздің тұздалған қиярымыз пісіп шығатын болады. Арпа жартылай піскен уақытында көбіктеп туралған картопымызды салып жібереміз. Картопты тым үлкен қылып та салып қажет емес, осылай кішкене мөлшерде көбіктеп турап саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің тұздалған қиярымызда баяу отта пісіп қалды. Өзінің басында құйылған суымен баяу осылай әдемі пісіп шығатын болады. Арпамыз піскеннен кейін оның үстіне тұздалған қиярымызды салатын боламыз. Осылай араластыра отырып саламыз. Қиярдың қышқылтым дәмі шықпайды. Дәмі ішкен кезде өте ерекше болып шығады. Рассольникті 1 рет жасағаннан кейін ылғи да жасағыларыңыз келіп тұратын болады. Тек жасалуын дұрыс қадағалағандарыңыз жөн. Мінекей біз тұздалған қиярымызды салғаннан кейін сорпамызды қайнатып алатын боламыз. Үстіндегі артық көбіктерін алып тастаймыз. Артық көбіктері сорпамызды түрін кетіріп, түрін майлы қылып көрсететін болады. Сол себепті осындай артық шыққан көбіктерін алып тастаймыз. Келесі біздің салмаларымыздың барлығы толық піскеннен кейін 400 мг тұздалған қиярымыздың суын құятын боламыз.
Дәміне қарай үстінен қатты ащы қылмай тұз қосып жібереміз. Тым қатты ащы болып кетпеуі қажет, себебі біздің тұздалған қиярымыздың суы және тұздалған қияр қосылған сорпа болғаннан кейін үстіне тұзды дәмін көре отырып қосқан дұрыс. Мінекей қыздар, біздің осымен рассольнигіміз дайын болды. Ыдысымызға құйып, бетіне қалауларынша аскөктерді пайдаланып қоссаңыздар болады. Дәмі өте ерекше шығады. Бір жасағаннан сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.